Сәлем достар, менің есімім Бритин. Мен өте бай отбасынан шыққанмын. Бірақ та достарым мені жек көрді. Мен байлығыммен мақтану үшін келген жоқпын. Олар мені өте бай, ол өзінше қатал болып кеткен деп ойлады. Бұл әкеме ұнамады. Әкем өте қарапайым адам еді. Ол біздің өзіміздің шыққанымызды қалады. Ақшаны да көп құтқанымызды қаламады. Бізге тек қана оқу керектігін үйретті. Сондықтан әкемізбен үлкен үйде емес, қарапайым үйде тұрдық. Үлкен мектепте емес, қарапайым мектепте оқыдық. Сосын мен балалық шағымда қарапайым болып, барлығымен жақсы араласып, солардың істегенін істеп, жақсы тіл табысушы едім. Содан соң үлкейген кезімде барлығы бөлек-бөлек топқа ауысып кетті. Маған осы топ ұнамады. Себебі бұл жерде басқа топтыкімен достасуға болмайтын еді. Маған достарыммен бірге болған ұнайды. Мен басқа топқа қосылдым. Достарым менімен өздері келіп танысқанын қаладым. Және де олар менімен танысты. Мен үнемі олардың жанында жүрдім. Бірақ та олар менің бай екенімді біліп қойды. Сол күннен бастап біз қыдырдық. Өте көп қыдырдық. Ата-анамнан сұранып жүрдім. Бірақ та мен бай екенімді достарыма айтқым келмеген. Біз өте көп қыдырдық. Олардың барлығына достарым менің төлегенімді қалады. Мен оларды ақша үшін достастыма деп ойладым. Бірақ та ол ойымнан арылдым. Оларды жақсыма деп ойладым. Сөйтіп біз көптеген клубтарға және де басқа жерлерге де бара бастадық. Бірақ та олардың барлығына достарым менің төлегенімді қалады. Сөйтіп саябақтарға, барлық жерлерге бардық. Олардың барлығына мен төледім. Маған бұл күдікті көрінді. Сондықтан да мен достарыммен қош айтыстым. Достарым маған барлығын төлеу керектігін сұрады. Содан соң мен ашуландым. Олардың барлығының көзі ақшамда ма деп ойладым. Барлығына мен төлеп отырдым. Бірақ та осы ақша үшін достарыммен ұрысқым келмеді. Сондықтан да үндемей төлеп жүрдім. Енді мен достарымды сынап көруім керек. Олардың ақша үшін достасты ма, әлде басқа үшін достасты ма, соны білгім келді. Достарыма мен бір күні аянышты түрмен біздің үйде ақша жетпей қалды. Ақшаның барлығы бітіп қалды деп айттым. Достарым тағы бір жерге қыдыру керектігін айтты. Сонан соң маған төлей салыңдаршы деп едім, олар үндемей қарады. Содан кейін мен тағы да күдіктене қарадым. Достарым үшін менімен ақша үшін достасқан ба деп ойладым. Бір күні тағы да барған кезде достарымнан мен үшін төлеулерін сұрадым. Бірақ та достарымның арасынан біреуі шығып, біз сен үшін төлей алмаймыз, неге сен үшін төлеуіміз керек деп айтты. Мен ол үшін қатты қынжылдым. Ақша жетпей қалды. Достарым маған, біз сен сияқты бай адамдар емеспіз, сен сияқты емеспіз, біз сен үшін төлей алмаймыз деп айтты. Мен ол үшін қатты қынжылдым. Сонан соң достарымның барлығы бір-біріне қарап, олар сен үшін төлей алмаймыз, кешір, біз сенімен дос болғымыз келмейді, сенің ақшаң бітіп қалды деп барлығы кетіп қалды. Менің қасымда Леяның қалғанын мен байқамай қалыппын. Ол маған көмек керек пе деп сұрадым. Сонан соң Лея екеуміз бірге қыдырдық. Лея маған төлей алатындығын айтты. Мен оған қатты қуандым. Сөйтіп Лея екеуміз достасып кеттік. Мен ол қыздармен қазір араласпайтын болдым. Лея екеуміз жан дос болып кеттік. Содан бері мен Леяны ренжіткім келмейді. Сіздердің де жан достарыңыз бар деген ойдамын.